Қансорғыштарға қарсы қолданылатын препараттар қаламызға жеткізілді. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы мамандарының сөзінше, биыл бактицид сұйықтығы мөлшерден артық алынды. Барлығы 70 тонна. Бұл препаратқа деген тапшылықты болдырмау үшін қажет болған. Биыл Ертіс өзенінде шыбын-шіркей дернәсілдерімен күрес міндеті бұл салада 120 жылдық тәжірибесі бар ірі мердігер компанияларға жүктелген. Қолданатын препараттар табиғатқа зиянын тигізбейді, себебі химиялық қосындысы жоқ. Екіншіден, маса мен шіркей дернәсілдерін су ішінде улайды. Мы приехали сюда, чтобы убедиться, что... Біздің қоймаға келуіміздің себебі бар. Шыбын-шіркей дейтін қалжыңдайтын нәрсе емес. Тауар ұсынушылар әкелген заттар толықтай стандарттарға сай болуын қадағалау үшін келіп отырмыз. Дернәсілдерді улау жұмыстары жақын арада басталады. Ертіс өзеніндегі дезинсекциялық жұмыстар мамыр айында басталады деп жоспарланып отыр. Дернәсілдермен күрес жұмыстарына мердігерлердің барлық техникалары сақадай сай. Тек ғылыми топтың рұқсаты ғана керек. Бірінші кезеңде облыс көлемінде 7000 гектар жерді қамту көзделуде. Сол үшін электронды карта әзірленіп, ең қауіпті орындар белгіленді. Зұлқарнайыр Мұратұлы, Ертіс ақпарат.